Сәлематсыздар ма? Құрметті командам менің. Мен сіздерге бүгін маркетинг план Faberlicтің көрсеткім келеді. Қараңыздар, Faberlic компаниясында тіркелген уақытта 3 түрі адам келеді. Бірінші түрі покупатель келеді. Ол тұтынушы деген сөз. Тұтынушы өзіне керек заттарды анда-санда заказ беретін болса, 20% скидкамен алады ол адам. Ал сосын екінші түрі адам келеді. Ол, например, продавец, сатушылар келген уақытта олар деген 50-100 балға дейін заказ береді өздері. Сонда 26% скидкамен алады заттарды. Өйткені олар сату үшін алады, олар көп заказ береді. Содан кейін үшінші түрі адам бизнеске келеді. Бизнеске келген адамдар 50 балға заказ береді. 50 балғада. Сосын өзінің артындағы командадан объемный скидка көреді. Ол не деген сөз? Объемный скидка ол шақырған адамдардың балы қосылып, компаниядан ақша алып тұрады. Ол бизнеске тұтынушы да келе алады, сатушы да келе алады. Енді қараңыз, бизнес жасау үшін компания шарт қояды бизнеске. Бірінші шарт 50 балға заказ беру. Екінші шарт адам шақыру. Өйткені любой бизнес қарасаңыз адамнан басталады. Үшінші шарт оқу және оқыту. Өзіңіздің артыңыздағы келген адамдарға егер де сіз ештеңе айта алмасаңыз, олар кетіп қалады ертең. Бір рет заказ береді, кетіп қалады. Сол үшін оларға өздеріңіз оқыған, түсінген заттарды оларға түсіндіру керексіңдер. Енді қараңыз, міне сіз келдіңіз, 50 балға заказ бердіңіз, 50 балға. Сосын уже адам шақырып бастайсыз. Бір адам шақырасыз. Ол адам 50 балға заказ беру мүмкін. Уже сізде команда 100 бал. 100 бал болғанда уже компания 3% төлейді. 1 бал 300 теңге деп төлейді. 300 теңге. Мына жерге жазып қояйық. 1 бал 300 теңгеден төлейді компания. Маркетинг план бойынша. Сонда 100 балға сіз командадан 900 теңге табыс аласыз. Объемный скидка аласыз. Одан кейін өзіңіз тағы адам бір шақырасыз. Мына шақырған адамға да түсіндіресіз. Ол жерде сразу 50 балға жасайтын адам келуі мүмкін, 10 балға жасайтын адам келуі мүмкін, 25 балға жасайтын адам болуы мүмкін, 65 балға жасайтын адам мүмкін. Сөйтіп сізде жайлап команда жинала бастайды. Командамен сізде уже 200 бал болғанда компания 6% төлейді. 300 теңге көбейткенде, мына жерде 3600 теңге сізге счетыңызға түседі. Сөйтіп адамдарға бәрін дұрыстап түсіндіру керексіз. Адамдарды шақырту, үйрету керексің. Ол не үшін адамды шақырғанда, не үшін адамды шақыру керек, соның бәрін дұрыстап тұрып, оларға түсінетін болсаңыз, сізде команда жан-жаққа өсіп бастайды. Любой глубинадан ақша төлейді компания. Сол үшін адамдарды шақыра бересіңдер. Әртүрлі адам келуі мүмкін. Біреу 100 балға жасайды, біреу 50 балға заказ береді, біреу 25 балға. Әртүр сізде уже командный товарооборот басталады. Уже мына жерде сізде 600 бал болғанда компания сіз лидер деп сізге 9% төлейді. 9%-ті 300 теңгеге көбейткенде калькуляторды алып есептей беріңіз, уже 16200 теңге сізге түседі. Уже сіз өсіп бастайсыз. Мына адамдарға міндетті түрге стартовый программаны айтсаңыздар, олар каталог сайын сіздерге заказ береді. Каталог сайын адам шақырады. Ең бастысы оларға стартовый программаны дұрыстап тұрып түсіндіру керек. Ол не үшін стартовый программа? Егер үзбей заказ беретін болса, олар сол 80 000 теңге тұрған товардың бәрін өздері алады.
өздері алады, я болмаса наборлардың бәрін 12.500 теңгеге алады, или же 4.000 теңгеге алады деп дұрыстап тұрып оларға түсіндіресіңдер. Вот. Сонда олар 8 каталог подряд заказ беріп тұра береді. Команда жайлы уже сізде жан жаққа тарап өсе береді. Команда мен сіздерде товарооборот уже 1000 балл болғанда, уже компания сізге 12% төлейді. 12% деген уже 36.000 теңге. Мынау біреудің уже айлығы былай қарасан. А ол сізге товар компаниядан мына вознаграждение, табыс сізге. Вот. Команда мен сіз 1500 балл болғанда, уже компания 15% төлейді сізге. Уже мына жерде 67.500 теңге, да? Солай ма? Калькуляторға санап көріңіз. Вот. Уже мына жерден бастап сіз документтерді жиып бастайсыз. Компанияға уже мына ИП аштырасыз, да? ИП аштырасыз, банкоматный карточка аштырасыз. Сосын в общем, қайтадан уже официально договорға отырасыз компаниямен бірге. Уже осы жерден бастап сіздің алып атқан ақшаларыңыз сіздің счетыңызға түсіп, сіз уже наличкамен алып бастайсыз. Оған дейін сіз тек қана манағы сіздің счетыңызға ақша түсіп, сіз манағы заказ бергенде сізде сол шегеріліп тұрады. Товарменен аласыз. А мына жерге келген уақытта уже сіз банкоматный карточкаға түсетіндей болады сіздің ақшаңыз. Түсінікті ғой, да? Вот. Уже осы жерден бастап, егер де дүниеге сіз декреттегі ана болсаңыз, сізге бірінші балаға компания 7050 теңге ақша төлейді. Егер де сізде екінші бала, 3, 4, емесе 5-ші бала болатын болса, уже 14100 теңге төлейді. Қараңыз, жылына, бір жыл бойы жылына 18 рет осындай ақшаны сіз аласыз компаниядан. Өйткені компанияда 18 рет біз табыс аламыз, 18 рет декретный пособие түсіп тұрады. Мынау компаниядан бөлек. Енді қараңыздар. Одан кейін командамен сізде 2000 балл болғанда, уже компания сізден уже 19% төлейді. 19% деген уже 114.000 теңге. Калькуляторға салып көріңіз, қараңыз. 2000 балды көбейтеміз 19%-ге, көбейтеміз 300 балға, сонда 114.000 теңге ақша түседі сізге. Көрдіңіз бе? Командамен сізге 3000 балл болғанда, уже компания сізге 23% төлейді. Сіздің шақырған, сіздің құрып атқан командадан құрып атқан структура, мынау сіздің мекемеңіз. Сол команданың товарооборотынан компания сізге 207.000 теңге ақша төлейді. Көрдіңіз бе? Қалай? Содан кейін, егер сіз осы 3000 балл, мынау директор, уже сіз кандидат директора болдыңыз. Уже сіз 3000 балды 8 каталог қорғайтын болсаңыз, ал қорғау үшін сізге командамен сіз байланыста болу керексіз. Каждый адамға дұрыстап тұрып, стартовый программаны түсіндіру керексіз. Компания вообще күшті қылып ұйымдастырып қойған стартовый программаны алдыртатындай қылып, осындай компания программа жасап қойғанда, ол директорге көмек. 8 каталог 3000 балл жасайтын болса, компания осы алып атқан табысқа 21 күн сайын компания тағы да премия төлейді. Премия деген 275.000 теңге үстіне төлейді осыған. Көрдіңіз бе? Осыған сізге премия, сонда сізде 400.000-нан жоғары ақша түседі. Одан кейін қараңыздар. Мынау сіз міне директор болдыңыз, да? Міне директор болдыңыз. Одан кейін осы адам 50 балл жасайды, көрдіңіз бе? Осы адам 50 балл жасайды, значит, ол бизнесқа келген адам. Осы адамға көмектесесіз, ол адам сізге, ол директор, егер де ол директор болатын болса, сіз сияқты осындай премия, компания оған 275.000 теңге премия береді.
сіз оны өсірген үшін сізге бір директорге 137 мың теңге тағы да премия береді. Бір директорге. Одан кейін сіз мына адамға түсіндіріп, ол директор болсын деп оған көмектесесіз. Осы адам директор болған үшін компания оған 275 мың теңге өзі береді премия. Ал сізге, сіз директор өсірген үшін сізге компания 550 мың теңге премия береді. Мынау премия тек. Сіз ай сайын осыны алып тұрасыз. Ай сайын емес, 21 күн сайын алып тұрасыз. Да? Сонда сіздің табысыңыз өсіп жатыр. Бізде компанияда егер де бір-бірімізге көмектесетін болсаңыз, компания одан да көп ақша төлейді. Сол үшін біз адамдарға көмектесеміз. Өйткені любой глубинаны өсіретін болсаңыз, компания премия төлейді. Одан кейін сіз артыңыздан тағы осы адамға көмектесесіңіз нетуге, өсуге, директор болуға. Мұны көрдіңіз, сіз 3 директор өсірген үшін компания 3-ші директорды өсірген үшін 825 мың теңге премия сізге береді. Мына адамға өзі береді 275 мың теңге. Сізге бөлек береді. Одан кейін осы адамға көмектесесіз директор болуға. Уже сізде 4 директор. Сіз мына Рубин. Мына жерде қараңыздар. Сіз бір директор өсіргенде сіз старший директор боласыз. 2 директор өсіргенде сіз күміс директор, серебряный директор боласыз. 3 директор өсіргенде сіз золотой директор боласыз. 3 директорге мына жерде премия береді, сосын тағы да путевка береді. Осы жыл, например, егер де директор болатын болса, Португалияға береді. Португалияға путевка. Португалия путевка. Тегін. Одан кейін 4-ші директор өсірген үшін компания 4-ші директорге сізге, то есть 1.100.000 мың теңге премия береді. Мына адамға 275 мың теңге бөлек береді, сізге бөлек береді премия. Көрдіңіз ба? Енді қараңыз, тағы сөйтіп енді адамдарды өсіре бересіз ғой. 2 директор тағы өсіресіз, 2 директор. Сонда компания сізге мына 6 директор өсірген үшін 6-шы директорге сізге 1.650 мың теңге премия береді. Уже сіз бриллиантовый директор боласыз. Көрдіңіз ба? Сөйтіп бізде 9 директор, 12 директор, 18 директор, 24 директор өсірген үшін одан да көп не бере береді, ақша береді, премия береді. Мына жерде уже 2.500.000 теңге, мына жерде уже 5 миллион теңге. Сөйтіп өсе береді. Самый главное, адамдарға көмектесіп тұру керек. Адамдарды тек өсіріп, адамдарға осындай табыс бар екен, оларға түсіндіру керек. Түсінікті ма? Тағы да егер сұрақтарыңыз болса, маған личкаға жазыңыз. Міне осы біздің маркетинг план. Сәттілік тілеймін сіздерге. Сол үшін мына жерде мүмкіншілік бар. Адамдарға тек көмектесем деген арқасында сіз өзіңіз табысқа шығасыз, адамдарыңызды табысқа шығаратын боласыз.